Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім. Бостандықтың ащы дәмі және бос қалған шаңырақ. 2003 жылдың қарашасы. Даланы сұрғылт тұман басып, күздің сүйектен өтетін ызғарлы желі бетті қариды. Солтүстіктегі қатаң режимдегі колонияның ауыр темір қақпасы құлақ тұндыра сықырлап ашылды. Қақпадан ұзын бойлы, иықты, үстіне өзіне сәл үлкендеу келетін ескі сұр пальто киген жігіт шықты. Оның қолында түсі оңған кішкентай спорттық сөмкесі ғана бар. Бұл Аслан еді. Ол қақпаның сыртына шыққан бойда тоқтап көзін жұмды да бостандықтың ауасын терең жұтты. 5 жыл. Ол бұл ауаның дәмін, шөптің иісін, тіпті көліктен шыққан түтіннің иісін де ұмыта бастаған еді. 5 жыл бұрын, 1998 жылы ол небәрі 22 жастағы жалындап тұрған жас жігіт болатын. Ол кезде Аслан көше төбелесінде өзінің ең жақын досын қорғаймын деп бір беделді шенеуніктің баласын ауыр жарақаттап алған еді. Досы қорқып, бәрін Асланның мойнына іліп қашып кеткенде, Аслан еркектік намыс деп кінәні өз мойнына алып 5 жылға сотталып кеткен болатын. Ол кезде оның артында қарт анасы мен 14 жастағы қарындасы Әлия қалған еді. Түрмедегі алғашқы 2 жылда анасы қайғыдан қан қысымы көтеріліп көз жұмды. Бұл хабар Асланды іштей сындырып тастай жаздады. Бірақ оны тірі ұстап тұрған бір ғана нәрсе қарындасы Әлия еді. Ол хаттарында: «Ағатай, мен сені күтемін. Оқуға түстім. Бәрі жақсы. Тек тезірек оралшы» деп жазатын. Соңғы 1 жылда хат келуі сиреп кетті, ал соңғы 3 айда мүлдем тоқтаған. Аслан мұны сабағы қиындаған шығар деп өзін жұбатқан болатын. Аслан жол бойына шығып қалаға баратын ескі, іші темекі түтініне сасыған Икарус автобусына мінді. Автобус ішінде магнитоладан 2003 жылдың хит әндерінің бірі «Бригада» сериалының саундтрекі ойнап тұрды. Адамдардың киімі, көзқарастары өзгерген. 90-шы жылдардың аштығы мен хаосы сәл басылып, қалада алғашқы ұялы телефондар ұстаған, қымбат көлік мінген жаңа қазақтар пайда бола бастаған кез. Бірақ көше заңдары әлі де қатыгез күйінде қалып қойған еді. Таныс аула, өзгерген әлем және үнсіздік. Аслан өзінің туып өскен қаланың шеткі ауданындағы 5 қабатты хрущевкасына келді. Аула сол баяғыдай, кіреберістегі ескі темір есік, сықырлаған ағаш орындықтар, қабырғаға жазылған жазулар. Бірақ оның жүрегінде түсініксіз бір үрей бар еді. Неге Әлия оны қарсы алуға келмеді? Ол өзінің босап шығатын күнін хатында анық жазған болатын. 3-ші қабатқа көтеріліп, өзінің 45-ші пәтерінің алдына келді. Есіктің сыртындағы былғары қаптамасы жыртылып, тұтқасы қисайып қалыпты. Аслан қалтасынан ескі кілтін шығарып құлыпқа салды. Кілт бұралмады. Құлыпты ауыстырып тастаған екен. Ол есікті қақты. Үнсіздік тағы да қаттырақ қақты. Іштен ешқандай дыбыс шықпады. «Әлия, бұл мен, Асланмын. Аш есікті», деп дауыстады ол, жүрегі атқақтай соғып. Кенеттен көрші 46 пәтердің есігі ақырын ашылып, одан шашын ақ басқан, үстіне халат киген көршісі Фатима апай басын шығарды. Ол Асланды көргенде, елес көргендей шошып кетіп, қолын аузына апарды. «Құдайым-ау! Аслан, балам, сенсің бе? Сен босап шықтың ба?» Фатима апайдың дауысы дірілдеп кетті. Оның көзінен мұң мен қорқыныш байқалды. «Иә, апай, бұл менмін. Әлия қайда? Неге құлып ауысқан? Ол оқуда ма?» Аслан оған үмітпене қарады. Фатима апай есігін кеңірек ашып, жан-жағына жалтақтай қарады да, Асланды жеңінен тартып ішке кіргізді. «Кір ішке, балам. Тез кір. Дәлізде тұруға болмайды». Асланның ішіндегі үрей 100 есеге ұлғайды. Ол Фатима апайдың тар ас үйіне кіріп, орындыққа отырды. Фатима апай қалтыраған қолдарымен шәйнек қойып жатты. Оның көзінен жас сорғалап тұрды. «Апай, не болды? Жыламаңызшы. Әлия қайда?» Оған не болған өзі? Аслан шыдай алмай орнынан атып тұрды. Фатима апай үстелге сүйеніп еңіреп жылап жіберді. Оның аузынан шыққан сөздер Асланның бүкіл әлемін,
оның 5 жыл бойы түрменің тозағында аман сақтап қалған үмітін бір секундта тасталқан етті. Аслан, айналайын. Әлия жоқ. Ол енді жоқ. Осыдан 2 ай бұрын оны жерлеп келдік. Қасіреттің ащы шындығы қасқырларға жем болған періште. Асланның құлағы шыңылдап, бөлменің іші шыр көбелек айналып кеткендей болды. Аяғынан жан кетіп, орындыққа күрсетіп құлады. Жоқ, мүмкін емес. Бұл өтірік. Мен онымен жақында ғана хат жаздым ғой. Ол 20-ға енді ғана толды. Не болды оған? Ауырды ма? Ол Фатима апайдың иығынан шап беріп ұстады. Фатима апай көз жасын сүртіп, қорқа-қорқа шындықты айта бастады. Бұл шындық 2003 жылдың қатыгез, заңсыздық жайлаған көшелерінің нағыз бет-бейнесі еді. Анасы қайтыс болғаннан кейін Әлия 16 жасында жалғыз қалды. Мемлекет берген азғантай жәрдемақы оқуына да, тамағына да жетпеді. Ағасына түрмеге сәлемдеме, передача жіберу үшін ол базарға шығып, арба сүйреп, түнгі ауысымда еден жуушы болып жұмыс істеді. Бірақ ол Асланға бұның бірінде айтпаған. Бәрі жақсы, стипендия алып жатырмын деп өтірік хат жазатын. Осыдан 1 жыл бұрын Әлия жұмыс істейтін базардағы саудагерлердің бірі оған қарызға ақша береді. Бірақ бұл жай қарыз емес, пайызы күн санап өсетін қылмыстық счетчик еді. Әлия қарызды қайтара алмай қиналады. Сол кезде базарды және бүкіл ауданда кіршалап қорғап жүрген жергілікті қылмыстық топтың басшысы Шырам лақап атымен танымал Баужан деген авторитет бұған араласады. Шырам 20 жастағы бой жетіп құлпырып тұрған Әлияны көргенде қарыздың орнына оны өзіне мәжбүрлеп көңілдес қылуды ұйғарады. Әлия бас тартады. Бірақ 2003 жылы бұл қалада Шырамға жоқ деп айту мүмкін емес еді. Оның адамдары Әлияның пәтеріне түнде басып кіріп, оны күштеп алып кетеді. Олар оны 2 апта бойы өздерінің қала сыртындағы сауналарында ұстады. Фатима апайдың дауысы қарлығып шықты. Оған не істегендерін Құдайдың өзі біледі. 2 аптадан кейін олар оны түн ортасында аулаға қардың үстіне лақтырып кетті. Үсті басы көгерген, жыртылған. Ол менің есігімді қақты. Оның көзінде жан жоқ еді. Аслан, ол тек ағама айтпаңызшы деп жылай берді. Ол сені қорғағысы келді. Егер сен білсең, зонадан қашып шығып, оларды өлтіретініңді, сөйтіп өзіңнің өмір бойына сотталып кететініңді білді. Аслан 2 қолымен басын ұстап, дауыстап ыңырсыды. Бұл дыбыс шаралы, жүрегіне оқ тиген аңның дауысына ұқсайтын. Оның көз алдына кішкентай ғана, күлімдеп тұратын, өзін ағатай деп құшақтайтын қарындасының бейнесі келді. Сол періштеге хайуандар қорлық көрсеткен еді. Сосын не болды? Деп сұрады Аслан, көзінен қан аралас жасағып. Мен оны полицияға апарайын дедім. Бірақ аудандық полиция бастығының өзі Шырамның қалтасында еді ғой. Әлия арыз жазудан бас тартты. Ол үйінен шықпай қойды. Ал 1 аптадан кейін Шырамның адамдары пәтерді қарыз үшін тартып аламыз деп құжат жасатып әкелді. Олар есікті бұзып кіргенде Әлия, ол жуынатын бөлмеде өз тамырын кесіп тастаған екен. Ол бұл қорлыққа шыдай алмады, балам. Ол кетіп қалды. Ал анау иттер оның өлі денесі шыққан пәтердің құлпын ауыстырып сатып жіберді. Аслан ас үйдің үстелін бар күшімен бір-ақ ұрды. Қалың ағаш үстел ортасынан қақ айырылып сынды. Шайнек, кеселер еденге шашылып қирады. Бірақ Аслан физикалық ауырсынуды сезбеді. Оның ішіндегі 5 жыл бойы сақтаған адамгершілік, үміт, болашаққа деген арман сол сәтте біржолата күлге айналды. Оның орнына тозақтың ең түбінен шыққан, мұздай суық, шексіз кек оты тұтанды. Зираттағы ант, аязды күндегі қара топырақ. Түстен кейін Аслан қала сыртындағы ескі зиратқа барды. Аяғындағы жаздық туфлие қар мен балшыққа батып кетсе де, ол тоқтамады. Қатар-қатар тұрған кресттер мен ай белгілерінің арасынан ол жақында ғана қазылған, басына қарапайым ғана ағаш тақтайша қағылған бейітті тапты. Тақтайшада Қасенова Әлия 1983-2003 деп жазылған. Ешқандай қымбат мәрмәр, ешқандай қоршау жоқ.
Аслан тізерлеп отыра кетіп, мұздай қара топырақты қолымен сипат. Кешір мені, ботам, оның даусы желмен бірге өлдеп шықты. Мен сені қорғай алмадым. Мен сенің орныңда өлуім керек еді. Сен мені күттің, ал мен саған уақытында жете алмадым. Ол қарындасының бейітінің алдында бір сағаттай үнсіз отырды. Ол жыламады. Оның көз жасы бағана ас үйде таусылған еді. Қазір оның көздері түпсіз қараңғылыққа, жыртқыштың көзқарасына айналған болатын. Ол орнынан баяу түрегелді. Ауа райы бұзылып, қар жауа бастады. Мен саған сөз беремін, Әлия, сенің көз жасыңның әрбір тамшысы үшін олар қанмен жауап береді. Бұл қалада Шырамның атымен байланысты кім бар? Бәрі өледі. Мен олардың тозағы боламын, деді ол нық, темірдей дауыспен. Ол зираттан шығып қалаға қарай бет алды. Енді оған қару, ақпарат және ақша керек еді. Аслан жай ғана ашуға булыққан ақымақ емес. Ол түрмеде 5 жыл бойы ең қатыгез қылмыскерлердің ортасында өмір сүру мектебінен өткен, психологиясы сынбайтын, қателіктерді кешірмейтін ас қасқырға айналған ба. Өткеннен қалған мұра, 90 жылдардың жаңғырығы. Аслан қаланың орталығына емес, шеткі гараждар кооперативіне келді. Бұл жерде 90 жылдардың соңында оның кісі өлтіріп қашып кеткен досының ескі гаражы бар еді. Досы қашқан кезде бұл гараждың кілтін Асланға табыстап кеткен болатын. Темір қақпаны татпасқан. Аслан таспен құлыпты ұрып сындырды да есікті күшпен ашты. Гараждың іші шаң мен ескі майдың иісіне толы. Бұрышта дөңгелектері түскен ескі Жигули тұр. Аслан тура бұрыштағы бетон еденнің бір тақтасын темір сынығымен қайырып ашты. Оның астында қорғасын қапталған ескі жәшік бар еді. Ол жәшікті шығарып ішіндегіні ақтарды. Бұл 90 жылдардағы криминалдық разборкалардан, атыстардан қалған ескі мұра болатын. Жәшіктің ішінен майланған шүберекке оралған Макаров тапаншасы, 2 қорап оқ, тіті маркалы тағы бір тапанша және былғардан тігілген ұзын қара плащ шықты. Онымен қоса, кішкентай пакетте бірнеше мың доллар ақша жатыр еді. Досы мұны қиын күндерге деп тығып кеткен. Аслан түрмеден киіп шыққан сұр пальтосын шешіп тастады. Оның орнына қара водолазкасын және былғары плашын киді. Тапаншаларды тазалап, оқ шашарларды, магазиндерді сарт еткізіп орнына салды. Біреуін беліне, екіншісін ішкі қалтасына тықты. Ол гараждың ескі айнасына қарады. Айнадан оған 1998 жылға аңғал Аслан емес, 2003 жылдың қараңғылыққа толы қаласын тазартуға дайын тұрған, жүзі қатал, көздері өлім шақырған, ажал періште қарап тұрды. Оның соғысы енді ғана басталды. Бірінші нысана Әлияны күштеп алып кеткен Шырамның 2 бригадирі қосшысы болатын. Ол олардың кім екенін және қайда жүретінін өте жақсы білетін 2 бөлім. Кристалл клубындағы қанды түн және алғашқы күн. Қарашаның суық түні қаланы тұтастай жұтып қойғандай еді. Көшедегі сирек жарық шамдар тұманның ішінде әзер көрінеді. Аслан ескі гараждың темір қақпасын жауып сыртқа шықты. Оның үстіндегі ұзын қара былғары плашы желмен желбіреп, бойындағы қатыгездік пен суыққандылықты одан сайын айқындай түсті. Беліне қыстырған ауыр тапаншасы мен етігінің қонышына тыққан өткір кездігі, пышағы оның денесіне жабысып, өзінің бір бөлшегіне айналғандай сезілді. Ол қаладағы қылмыстық әлемнің жүйесін жақсы білетін. 1998 жылы түрмеге түспей тұрып, ол да осы көшелердің шаңын жұтқан, бригадалардың қалай жұмыс істейтінін өз көзімен көрді. Шырам қазіргі қаланың қожасы шығар, бірақ оның айналасындағы иттері сол баяғы ескі әдеттерінен арылмаған еді. Фатима апайдың айтуынша, Әлияның пәтеріне басып кіріп, оны күштеп алып кеткендердің басында Шырамның ең сенімді 2 бригадирі аты. Бұл екеуі 2003 жыл аудандағы барлық ұсақ саудагерлерді тізеге басып, счетчикке отырғызып жүрген қатыгез қарақшылар еді. Аслан жолдан ескі Ауди таксиін тоқтатты. «Қайда барамыз, брат?» деді таксист Асланның түрінен сескеніп. «Кристалл бильярд клубына тарт». «Тездет», деді Аслан даусынан мұздай суық леп есіп. Түтінге тұншыққан Кристалл жаудың ордасы.
Кристалл бильярд клубы қаланың шеткі өнеркәсіптік ауданында орналасқан еді. Бұл жер қарапайым адамдар демалатын орын емес. Мұнда тек қылмыстық топ мүшелері, жеңіл жүрісті қыздар мен қарызға батқан құмарпаздар ғана жиналатын. Ғимараттың сыртындағы неон жазуының жартысы күйіп кеткен, ал есік алдында бірнеше ескі BMW мен Mercedes көліктері қаңтарылып тұрды. Аслан таксиден түсіп плашының жағасын көтерді де ішке кірді. Клубтың іші көк түтінге тұншығып тұр екен. Бұрыштағы ескі музыкалық аппараттан Михаил Кругтың Владимирский Централ әні бар даусымен гүрілдеп ойнап тұрды. Жарық сира, ауада арзан сыра мен темекінің сасық иісі қолқаны қабат. Бөлменің ортасындағы жасыл шұғамен қапталған бильярд үстелдерінің айналасында үстеріне спорттық киім мен былғары күрте киген 10 шақты жігіт шулап, боқауыз сөздермен сөйлесіп жатты. Асланның көздері жыртқыш құстың көзіндей залды шолып шықты. Ол өзінің нысанасын бірден тапты. Төрдегі ең үлкен үстелдің қасында қолына киіп ұстаған, мойнында жуан алтын шынжыры бар, шашы тақырлап алынған қара торы жігіт тұр еді. Бұл Бека болатын. Ол өзінің айналасындағы 2-3 жас жігітке бірдеңе айтып, қарқ-қарқ күліп жатты. Үстел үстінде жаңа шыққан түсті экранда Nokia телефоны жарқырайды. Оның күлкісі Асланның құлағына Әлияның жылаған даусымен ұштасып, миын тесіп бара жатты. Бұл хайуан оның қарындасын сүйреп әкеткен кезде де дәл осылай күлгені анық еді. Аслан бірден оған ұмтылған жоқ. Ол барға жақындап сыраға тапсырыс берді де, көлеңкелі бұрышқа тұрып Беканы бақылай бастады. Ол күтті. Түрмеде ол шыдамдылыққа өте жақсы үйренген еді. Оған Беканың жанындағы тобыр емес, оның өзі ғана керек болатын. Қараңғы дәліздегі тұзақ. Жарты сағаттай уақыт өтті. Бека сыраны көп ішкендіктен кіші дәретке бару үшін үстелден ұзап дәретханаға қарай беттеді. Дәретхана клубтың ең түкпіріндегі жарығы жыпылықтаған, тар әрі лас дәліздің соңында орналасқан еді. Ол дәлізге кіргенде Аслан да орнынан үнсіз көтеріліп, оның артынан ерді. Дәретхананың іші сасық, қабырғаларындағы кафелдері сынып жатыр екен. Бека аңылдап өлең айтып су ағызып жатқанда Аслан есікті ішінен іліп алды. Бека артына бұрылып, айналаға қараған сәтте оның аузын үлкен, темірдей қатты қол тарс жапты. Бека қарсыласып айғайламақшы болды, бірақ Аслан оның оң қолын бұрап, артына қайырды да жуынатын раковинаның шетіне барып ұрды. Сарт! Беканың мұрны сынып қан бұрқ ете түсті. Ол есеңгіреп тізерлеп құлады. Аслан оның жағасынан жұлып алып көтеріп сынған айнаға тақады. Оның плашының астынан жарқ етіп шыққан ұзын кездік пышақ Беканың тамағына келіп тірелді. Үніңді шығарсаң, кеңірдегіңді осы жерде орып тастаймын, түсіндің бе? Деді Аслан даусы жыланның ысылындай қорқынышты шығып. Бека қорқыныштан көздері шарасынан шығып, басын изеді. Оның мас күйі 1 секундта ғайып болып, орнын жан түршігерлік үрей басты. Ол айнадағы өзінің қанға боялған бетін және оның артында тұрған Асланның өлі көзқарасын көрді. Брат, сен кімсің? Ақша керек пе? Қалтамда бәрі бар, ал. Тиіспеші, деп міңгірледі Бека, қан түкіріп. Аслан пышақты оның тамағына сәл қаттырақ басты. Терісі тілініп жіңішке қан тамшысы ағып түсті. Сен Әлияны есіңе түсірші, Бека Қасенова Әлия. Осыдан 2 ай бұрын сендер оның есігін бұзып кіріп, саунаға сүйреп әкеткен қызды есіңе ал, деді Аслан, оның құлағына сыбырлап. Оның әрбір сөзі қорғасын оқтай ауыр еді. Беканың денесі тоқ соққандай қалтырап кетті. Ол кімнің алдында тұрғанын енді түсінді. Қылмыстық әлемде Асланның мерзімі бітіп қалғанын бәрі білетін, бірақ олар оны түрмеде сынған шығар, ештеңе істей алмайды деп менсінбеген еді. Алайда қазіргі жағдай олардың ең үлкен қателігін көрсетіп тұрды. Аслан брат, ол менің кінәм емес. Құдай ақы, менікі емес. Шырам бұйырды. Біз жай ғана оны алып келдік. Мен оған саусағымды да тигізген жоқпын. Бека жан ұшыра өтірік айтып ақталуға көшті. Тозақ отындағы тергеу. Сен оның есігін бұздың ба? Аслан оны қабырғаға қаттырақ қысты. Иә. Бірақ, сен оны көлікке күштеп салдың ба? Ол жылап жалынды ма? Асланның көздерінен қан тамып тұрғандай еді.
Оның ішіндегі жанартау атқылауға шақ қалды. Иә, брат, бірақ біз. Сен оның жылағанын естіп күлдің ғой, иә, хайуан. Аслан пышақтың сабымен Беканың бетінен тағы бір рет ауыр соққы жасады. Бека бірнеше тісінен айырылып, еденге етбетінен құлады. Ол ауырсынудан бақырмақшы болды, бірақ Аслан оның аузын етігімен басып қалды. Бека еденде құрт сияқты бұратылып жатты. Қабан қайда? Деді Аслан қысқа ғана. Бека үндемей қанға шашалып жатты. Ол өзгерген заң бойынша өз адамдарын сатқысы келмеді, немесе Шырамның жазасынан қорықты. Аслан уақыт жоғалтпады. Ол пышағын Беканың оң қолының алақанына бар күшімен сұғып алып, оны ағаш еденге шегелеп тастады. Беканың тұншыққан жан дауысы дәретхананың ішін жаңғыртты. Оның көздері ақшиып, иесінен тана жаздады. Қабан қайда дедім, ит. Келесі пышақ сенің көзіңе кіреді. Асланның даусында бір тамшыда аяушылық жоқ еді. Ол шынымен де солай істейтініне Бека толықтай сенді. Бұл адамның жоғалтатын ештеңесі қалмаған болатын. Саунада. Киров көшесіндегі ескі саунада. Олар бүгін сол жақта демалып жатыр. Шырам да сол жақта болуы мүмкін. Ол жақта 8 адам бар. Қарулы. Сені өлтіреді олар. Бека өксіп жылап, барлығын айтып салды. Аслан қажетті ақпаратты алды. Ол пышағын суырып алды да, қанды жүзін Беканың күртесіне сүртті. Мен оларды өлтіремін, Бека, бірақ сен оны көре алмайсың. Брат, сен маған сөз берген жоқсың ба? Мен бәрін айттым ғой. Бека қорқыныштан қалтырап, артқа шегінбек болды. Мен саған үнімді шығармауды ғана бұйырдым. Менің қарындасым да сендерден мейірім сұраған шығар. Бірақ сендер оны аямадыңдар ғой, деді Аслан суық үнмен. Ол плашның ішінен тапаншасын суырып алды. Ол дыбыс бәсеңдеткіш глушитель қолданбады, себебі бұл 2003 жыл еді. Мұндай жерлерде атыс дыбысы таң қаларлық жағдай емес болатын. Оның үстіне сырттағы музыка өте қатты ойнап тұрған. Аслан тапаншаны Беканың кеудесіне тақап, 2 рет шүріппені басты. Гүрс! Гүрс! Ауыр оқтар Беканың денесін жұлып түсірді. Ол сылқ етіп қан көлінің ортасында сұлап түсті. Оның алтын тістері мен қатыгездігі осы лас дәретхананың еденінде мәңгілікке қалды. Аслан қаруын қайтадан орнына салды. Оның жүрегінде жеңілдеу сезімі болған жоқ. Бұл тек басы ғана еді. Кек алу шахматындағы ең кішкентай пешкі ғана жойылды. Аслан сыртқа шыққанда, клубтың ішіндегілер музыканың даусынан оқтың үнін анық естімеген еді, немесе естісе де мән бермеген болатын. Ол есіктен баяу басып шығып, қараңғылық пен тұманның ішіне сіңіп кетті. Қабанның саунасы, өлімнің келесі аялдамасы. Түнгі сағат 2. Қаланың ескі орталығындағы Киров көшесі тым-тырыс. Жалғыз қабатты, сырты биік кірпіш қоршаумен қоршалған ғимараттың алдында 2 джип көлігі тұр. Бұл Шырамның басты демалыс орындарының бірі саналатын веб-сауна еді. Мұнда олар өздерінің мәселелерін шешетін, қыздарды әкелетін және лас ақшаларын санайтын. Дәл осы жерде Әлия 2 апта бойы тозақ азабын тартқан болатын. Аслан ғимаратқа қарсы беттегі көлеңкелі ағаштың артына барып тоқтады. Оның көз алдына қарындасының осы ғимаратқа қалай күштеп кіргізілгені, оның жылаған дауысы мен шарасыздығы елестеді. Бұл көрініс оның қанындағы адреналинді одан сайын қайната түсті. Ол плашының түймелерін ағытып 2 тапаншасында Макаров пен дайындады. Оқ шашарларды тексерді. 8 адам қарумен отыр деген сөз, бұл нағыз қанды майдан болады деген сөз. Бірақ Аслан өлімнен қорықпады. Ол үшін өмір Әлия қайтыс болған күні ақ тоқтап қалған. Саунаның ауласына кіретін темір қақпаның алдында күзетші жоқ екен. 2003 жылы Шырамның беделі қалада соншалықты мықты болғандықтан олар өздеріне ешкім шабуыл жасауға батылы бармайды деп есептеген болуы керек. Бұл олардың ең үлкен қателігі еді. Аслан дуалда мысықша секіріп түсіп аулаға кірді. Саунаның негізгі есігі жартылай ашық тұр. Іштен қыздардың шаңқылдаған күлкісі, бокалдардың сыңғыры және орыс шансонның дауысы естіледі. Олар өздерінің жазасыздығына сеніп тойлап жатты. Аслан есіктің жанына келіп терең дем алды.
Ол бір секундқа көзін жұмып, анасы мен қарындасының бейнесін есіне алды. Мен басталған істі аяқтаймын деп күбірледі ол. Ол есікті бар күшімен теуіп ашып, саунаның кең залына кіріп барды. 3 бөлім, саунадағы қырғын және қызылға боялған бассейн. Гүрс, ауыр ағаш есік Асланның тепкісінен топсасынан жолынып, ішке қарай күрсетіп құлады. Есіктің соғылған дауысы магнитофоннан гүрілдеп тұрған шансон әнін басып кетті. Саунаның кең, мәрмәрмен қапталған демалыс залының іші қою, темекі түтіні мен арзан әтірдің, ішімдік пен хлордың иісіне тұншығып тұр еді. Төрдегі үлкен былғары дивандарда спорттық киім мен алтын шынжыр таққан 6 жігіт, олардың тізесінде отырған жартылай жалаңаш қыздар бар болатын. Ал бөлменің бұрышындағы бильярд үстелінің жанында 2 адам тұрды. Олардың бірі қарны шыққан, кеудесін түк басқан, көздері қанталаған ірі денелі қайрат, қабан ел. Олар есік жұлынып түскенде не болғанын бірден түсіне алмады. Арақ пен есірткіге еліткен милары бұл жағдайды қабылдауға үлгергенше Аслан ішке кіріп үлгерді. Оның үстіндегі ұзын қара плашы екіге айқасып, 2 қолындағы ауыр металл, оң қолындағы және сол қолындағы Макаров тапаншалары жарқ ете қалды. Ол ештеңе айтқан жоқ. Оған ескертудің, қол көтердің қажеті жоқ еді. Ол бұл жерге тұтқын алуға емес, жазалауға келген болатын. Өлім биі, секундқа сыйған қырғын. Бұл не бәле деп диванда отырған қарақшылардың бірі орнынан көтеріліп, күртесінің ішінен қаруын алмақшы болды. Тах! Асланның оң қолындағы тапаншасынан шыққан 2 оқ оның кеудесін тесіп өтіп, жігіт диванның артына қарай шалқасынан құлады. Зал ішінде жантүршігерлік айғай-шу басталды. Қыздар шыңғырып, құлақтарын жауып, еденге құлай кетті. Қалған бандиттер үстелді аударып, соның артына тығылып, өздерінің тапаншаларымен кесілген мылтықтарын обрез суыра бастады. Атыңдар мына малды! Атыңдар! Деп бақырды қабан, бильярд үстелінің артына қарай сүңгіп кетіп. Гүрс! Қарақшылар бейберекет оқ жаудыра бастады. Оқтар қабырғадағы айналарды шағып, мәрмәр еденді тесіп жатты. Бірақ Аслан бір орында тұрған жоқ. Оның түрмедегі 5 жылы тек физикалық күшін ғана емес, реакциясында жыртқыштікіндей жетілдірген еді. Ол алға қарай ұмтылып, үлкен емен үстелдің үстінен қарғып өтті де, диванның артында мылтық оқтап жатқан 2 бандиттің дәл төбесінен түсті. Сол қолындағы Макаровпен біреуінің басына дәл тигізсе, екіншісін плашының астынан суырған кездігімен тамағынан орып түсті. Қан шапшып, үстелдің үстіндегі жеміс жидектер мен арақ бөтелкелері қызыл түске боялды. Қашыңдар! Деп ақырды Аслан бұрышта қалтырап отырған қыздарға қарап. Бұл қыздардың Әлияның өліміне қатысы жоқ екенін ол білетін. Қыздар жалаң аяқ, жылаған күйі сыртқа қарай тұра қашты. Енді бөлмеде қабан мен оның 3 адамы қалды. Олар саунаның ішкі бөлмесіне, бассейн жаққа қарай шегіне бастады. Бұл кім өзі, қабан? Менттер, полиция, ма? Деп бақырды бандиттердің бірі, қорқыныштан дірілдеп. Қайдағы менттер? Бұл жалғыз адам ғой. Оны қоршап алыңдар. Қабанның дауысы қалтырап тұрды. Ол өзінің өлімі жақындап қалғанын іштей сезгендей еді. Аслан 2 тапаншасының да бос оқшашарларын, магазиндерін еденге лақтырып, 1 секундтың ішінде жаңаларын сарт еткізіп салды. Ол қабырғаны бойлай, бассейн жаққа қарай баяу адымдады. Оның тынысы қалыпты, жүзінде ешқандай эмоция жоқ. Тек көздері ғана қараңғылықта жанып тұрған қасқырдың көзіндей жылтырайды. Бассейндегі қанды қақтығыс. Бассейн бөлмесі көгілдір жарықпен жарықтандырылған. Судың бетінен жеңіл бу шығып тұр. Осы бөлмеде олар Әлияны 2 апта бойы қинаған болатын. Бұл ой Асланның миына кіргенде, оның ішіндегі мұз жарылып, нағыз айуандық ашу сыртқа тепті. Ол есіктен кірген бойда, оң жақта тұрған бандитке қарай оқ жаудырды. Оқ оның иығына тиіп, ол бассейннің ішіне шалпаң етіп құлады. Екіншісі Асланның ту сыртынан келіп, оның басына темір арматурамен ұрмақшы болды. Аслан лезде еңкейіп үлгерді, темір оның плашын жанай өтті. Аслан бұрыла бере, бандиттің тізесінен қатты теуіп, ол еңкейген сәтте тапаншаның дүмімен, рукояткасымен, бетінен бар күшімен соқты. Сүйектің сынған дыбысы естілді.
Қабан бұл кезде бассейннің екінші жағында бағананың артына тығылып, Асланға қарай Макаровтан оқ атып жатты. Оқтар Асланның жанынан зулап өтіп, плиткаларды бөлшектеп жатты. Оқтың біреуі Асланның сол иығын сызып өтті. Қан аға бастады, бірақ Аслан ауырсынуды сезетін күйде емес еді. Қабанның оғы таусылып, тапаншасы шық еткен бос дыбыс шығарды. «Лағнет!» деп бақырды Қабан, тапаншаны суға лақтырып жіберіп, есікке қарай тұра қашпақ болды. Бірақ оның алдын Аслан кес-кестеді. Ол қара плашын киген, бетінде қан мен шаң араласқан, тірі елестей болып Қабанның алдында тұра қалды. Қабан ауыр салмақты, күрестен шыққан дәу жігіт еді. Ол өзінің күшіне сеніп, Асланның үстіне бар салмағымен атылды. Ол Асланның қолындағы қаруын қағып түсірмек болып, оның белінен қапсыра құшақтап, еденге құлатты. Екеуі бассейннің дымқыл еденінде арпалыса кетті. Қабанның салмағы Асланды басып қалды. Ол Асланның тамағынан қылғындырып тұншықтыра бастады. «Сені кім жіберді, ит? Сені осы жерде өлтіремін!» деп ысылдады Қабан, көздері қызарып. Асланның оттегісі таусылып, көз алды қарая бастады. Бірақ оның көз алдына тағы да Әлияның бейнесі келді. Оның момақан жүзі, оның жылаған дауысы. Асланның бойындағы соңғы адреналин жарылыс берді. Ол бос жатқан оң қолымен етігінің қонышындағы кездігін суырып алып, Қабанның қабырғасының астынан бүйрегіне қарай бар күшімен сұғып алды. Қабанның көздері шарасынан шығып, қолы лезде босап кетті. Ол бақырып жіберіп, артқа қарай аунап түсті. Аслан терең дем алып, орнынан баяу көтерілді. Ол қолындағы қанға боялған пышақты еденге тастап, жердегі тапаншасын алды. Қылмыскердің ақыры, қанмен жазылған мойындау. Қабан бүйрегін ұстап, қансырап, бассейннің жиегіне қарай шегініп бара жатты. Оның барлық тәкаппарлығы, қатыгездігі жоғалып, орнына өлімнен қорыққан бейшараның үрейі келген еді. Аслан оған жақындап, тапаншаның ұңғысын оның маңдайына тақады. «Сен кім екенімді таныдың ба, Қабан?» деді Аслан оның көзіне үңіліп. Қабан қалтырап Асланның бетіне жақынырақ қарады. Ол 1998 жылға Асланды есіне түсіре алмады, себебі ол кезде Аслан жас әрі басқа адам еді. «Жоқ, білмеймін. Кімсің сен? Ақша керек пе? Шырам саған қанша берсе де, мен 2 есе беремін. Менің общакта ақшам бар», деп жалынды ол. «Ақша?» Аслан ашы мысқылмен күлді. Оның бұл күлкісі адам шошырлықтай еді. Ол Қабанның шашынан жұлып алып, оның бетін бассейндегі суға тақады. «Осы су ғой, иә. Осы суда сендер менің қарындасымды қинадыңдар ғой». «Қарындасың? Әлия ма?» Қабанның көзіндегі үрей шегіне жетті. Ол бәрін түсінді. Түрмеден оралған аға. Өлім періштесі. Қабан бұдан құтыла алмайтынын білді. «Аслан, брат, Құдаймен ант етейін, мен оған тиіскен жоқпын. Мен жай ғана есікте күзетіп тұрдым. Бәрін істеген Шырам. Ол қызды таңдаған да сол. Ол оны мазақ қылды. Біздің ешқандай кінәміз жоқ». Асланның жүрегіне біреу мыңдаған ине сұққандай болды. Ол оны мазақ қылды. Бұл сөздер оның ішіндегі қалған бір тамшы адамгершілікті де жойып жіберді. Ол Қабанды шашынан тартып тұрғызды. «Шырам қайда?» Асланның дауысы енді адамның емес, жыртқыштың дауысына ұқсады. Ол ертең түнде үлкен товар есірткі қабылдайды. Қала сыртындағы ескі кірпіш зауытында. Ол жерде $1 миллион заты болады. Оның қасында 20 шақты қарулы адам болады. Сен оны өлтіре алмайсың, Аслан. Олар сені бөлшектеп тастайды. Мені жіберші, мен саған оның бүкіл схемасын сызып беремін». Қабан жылап, жалына бастады. Оның ірі денесі кішкентай баладай дірілдеп тұрды. Аслан тапаншаны оның басынан алды. Қабан терең дем алып, жеңілдеп қалғандай болды. Ол мені тірі қалдырады деген үміт оның көзінен көрінді. «Сен менің қарындасымның көз жасына куә болғансың. Бірақ сен оған көмектеспедің», деді Аслан баяу дауыспен. «Ал мен саған көмектесемін. Мен сенің қорқынышыңды тоқтатамын». Аслан тапаншаны Қабанның кеудесіне тақап, шүріппені басты. «Гүрс!»
Қабанның кеудесін тесіп өткен оқ оның өмірін бір секундта үзді. Оның ауыр денесі артқа шалқайып, көгілдір суы бар бассейннің ішіне күрсетіп құлады. Су лезде қып-қызыл түске бояла бастады. Аслан судың бетінде жайылған қанға қарап, бірнеше секунд үнсіз тұрды. Оның аяғының астында қылмыстық әлемнің 8 бірдей мықтысы сұлап жатты. Бірақ бұл оның жүрегіндегі бостықты толтыра алмады. Әлияның кегі әлі толық алынған жоқ. Басты жау, нағыз құбыжық, Шырам әлі тірі еді. Аслан қаруын плашының ішіне тығып, қанға боялған саунадан сыртқа шықты. Сыртта қар жауып тұр екен. Суық ауа оның бетіндегі қан мен терді кептіріп сарайына кіргізгендей болды. Ол аспанға қарады. Ертең түнде, Әлия, бәрі ертең түнде аяқталады деп сыбырлады ол. Ол қараңғы көшемен ақырын басып, тұманның ішіне сіңіп кетті. Оның артында тек өлім мен қанды іздер ғана қалды. Ертеңгі түн қала тарихындағы ең қанды түн болмақ еді. 4 бөлім, ескі дос, ауыр қару және қараңғы зауыттағы қақпан. Саунадағы қанды қырғыннан кейін Аслан таңға жуық өзінің жасырын гаражына қайтып келді. Оның қара плашының етегіне қан мен балшық сіңген, ал сол иығындағы жарасы сыздап, тоқтаусыз қансырап тұрған еді. Ол гараждың темір есігін ішінен іліп алды да, ескі ағаш үстелдің үстіне тапаншаларын тастады. Жарығы ксира шамның астында ол жейдесін шешіп, иығындағы оқ сызып өткен жараны тексерді. Жара терең емес, бірақ бұлшықетті зақымдағандықтан әрбір қимыл сайын ауырсыну беріп тұрды. Аслан ескі дәрі қобдишасынан спиртті алып, жараның үстіне тікелей құйды. Денесі тоқ соққандай түршігіп, тістері сақылдап кетті. Ол ауырсынудан ыңырсыған жоқ, тек терең дем алып, жараны таза бинтпен қатты етіп таңып тастады. Бұл физикалық ауру, оның ішіндегі Әлияны жоғалтқан жан азабымен салыстырғанда түкке тұрғысыз еді. Аслан үстел үстіндегі оқшашарларды санады. 2 тапанша, 20 шақты оқ. Қабанның айтуы бойынша, кірпіш зауытында, Шырамның қасында 20-ға жуық қарулы адам болады. 2 тапанша мен 20 автоматты қарақшыға қарсы шығу бұл қаһармандық емес. Өз-өзіне қол жұмсаумен тең еді. Оған ауыр қару керек болды. Соғысқа сай қару. Өткеннің елесі, темір тұлпарлар мен оқ дәрі. Түске таман Аслан гараждан шығып, қаланың ескі автобазарына қарай бет алды. 2003 жылдың автобазары бұл тек көлік сататын жер емес, көлеңкелі бизнестің, ұрланған бөлшектер мен заңсыз қару-жарақтың қайнап жатқан орталығы болатын. Ол базардың ең түкпіріндегі сырты май-май болған үлкен ангарға келді. Мұнда қаланың ең мықты механигі әрі кезінде қылмыстық топтарға қару жеткізген, Сәкен деген ескі танысы жұмыс істейтін. Сәкен 1998 жылы Аслан сотталып кеткенге дейін онымен бірге талай көше төбелестерін көрген. Аслан оның өмірін бір рет пышақтан аман алып қалған еді. Аслан ангарға кіргенде Сәкен бір ескі Мерседестің астында жатқан болатын. Сәке, деді Аслан қысқа ғана. Сәкен көліктің астынан сырғып шығып, үсті басын қақты. Ол Асланды көргенде қолындағы гайка бұрайтын кілті, ключ жерге салдыр ете түсті. Оның көздері бақырайып, аузы ашылып қалды. Аслан, құдайым-ау, сен тірісің бе? Мерзімің бітті ме? Сәкен майлы қолдарымен Асланды құшақтай алмай, жай ғана иығынан қақты. Кеше шықтым, деді Аслан, оның сөзін бөлмей. Оның даусында ешқандай қуаныш жоқ еді. Сәкеннің күлкісі лезде тиылды. Ол Асланның көзіндегі түпсіз қараңғылықты, оның мұздай жүзін көріп, бірдеңенің дұрыс емес екенін бірден сезді. Ол ауыр күрсінді. Әлия туралы естідің бе? Брат, біз ештеңе істей алмадық. Шырам бұл қаланы тұншықтырып тастады. Менттер де, әкімдік те соның қолында. Біз қарапайым жігіттерміз ғой. Кешір бізді. Аслан оған қарап, басын сәл изеді. Мен саған кінә артуға келген жоқпын. Сәке, мен бұл қаланы сол қоқыстан тазартуға келдім. Маған қару керек. Ауыр қару. Сәкен жан-жағына жалтақтап, ангардың темір есігін ішінен жауып алды. Аслан, сен есіңнен адастың ба? Ол жерде тұтас армия ғой.
Кеше түнде Кристалл мен Кировтағы саунада қырғын болғанын бүкіл қала шулап жатыр. Қабан мен Беканы жайратып кеткен адамды Шырамның өзі іздеп жүр. Олардың басына $10,000 тігіпті. Бұл сен екеніңді білсе, сені тірідей сояды. Олар мені іздеп әуре болмайды. Мен оларға өзім барам, деді Аслан көзін алмай. Маған Калашников автоматы, толы оқшашарлар және мүмкін болса бірнеше граната керек. Ақшам бар. Ол қалтасынан досынан қалған $1 бумасын шығарып үстелге қойды. Сәкен ақшаға қарады да басын шайқап, оны кері итерді. Ақшаңды тығып қой. Сен менің өмірімді сақтап қалғансың. Мен саған бұл әлемде қарыздармын. Бірақ менің беретін қаруым саған өлім билеті болатынын біліп тұрмын ғой. Сәкен ауыр күрсініп ангардың бұрышындағы ескі шкафты жылжытты. Астындағы жасырын сейфтен ол ұзын темір жәшік шығарды. Ішінде майланған, жиналмалы дүмді, складной приклад, АКС 74У автоматы, 4 толық магазин және 2F1 лимонка гранатасы жатыр еді. Бұл мендегі барлық ауыр арсенал. Оқтары толық. Сенің жоспарың қандай, брат? Мен саған көмектесейін бе? Жоқ, бұл менің ғана соғысым. Аслан қаруды үлкен спорттық сөмкеге салып алды. Рахмет, Сәке, егер ертең таңертең мен туралы ештеңе естімесең. Әлияның басына барып, бір уыс топырақ саларсың. Аслан артына бұрылып, ангардан шығып кетті. Сәкен оның артынан қарап, бұл жігіттің енді тірі оралмайтынына іштей сенімді еді. Бірақ ол Асланның көзінен өлімнен қорықпайтын нағыз қасқырдың рухын көрген болатын. Қараңғы қақпан, ескі кірпіш зауыты. Түнгі сағат 11. Қала сыртындағы қараусыз қалған ескі кірпіш зауыты. Бұл жер Кеңес одағы күйрегеннен кейін жұмысын тоқтатқан, қабырғалары сөгіліп, шатырлары опырылған алып лабиринт сияқты еді. Айналада тек ұзын шөптер мен тот басқан темір конструкциялар. Дәл осы жерді Шырам өзінің ең ірі есірткі тасымалын қабылдау үшін таңдаған. Бұл аумақ адам көзінен таса, әрі жан-жақты бақылауға өте ыңғайлы болатын. Аслан зауыт аумағына Шырамның адамдарынан 1 сағат бұрын келіп үлгерді. Түрмедегі жылдар оған стратегиялық ойлауды үйреткен. Ол қасқыр сияқты алдымен аң аулайтын жерін зерттеп шықты. Зауыттың орталық ангары келісім өтетін негізгі орын. Аслан ангардың 2-ші қабатындағы ескі темір көпіршеге, мартикке көтеріліп, өзіне ыңғайлы мергендік нүкте дайындады. Ол гранаталардың сақиналарын босатып қолына жақын қойды. АКС 74У автоматын оқтап, темірдің артына тығылды. Қалтасындағы тіт мен пышағы да дайын тұр. Түнгі 11:30-да зауыт ауласына ауыр көліктердің гүрілі естілді. Қараңғылықты тіліп өтіп, 3 қара Toyota Land Cruiser 100 және 2 Mercedes Geländewagen джиптері келді. Олар ангардың алдына шеңбер жасай тоқтап, шамдарын ортаға қарай бағыттады. Көліктерден үстеріне ұзын былғары плаш, спорттық киім киген, қолдарында кесілген мылтық, обрез бен Калашников автоматтары бар 20-ға жуық қарақшы түсті. Олар бірден периметрді қоршап бақылауға алды. Ортадағы Мерседестен еңгезердей, үстіне қымбат кашемир пальто киген адам шықты. Оның сол жақ көзінен бастап иегіне дейін созылған қорқынышты тыртығы Шырамы бар еді. Бұл қаланың криминалдық қожасы, Әлияның өліміне тікелей кінәлі хайуан Шырам болатын. Ол қолындағы қымбат сигарасын бұрқыратып айналасына тәкаппарлана қарады. Бәрі таза ма? Деді ол қарлыққан, жуан дауыспен. Бәрі таза, Шырам аға. Тауар әкелетіндер 10 минуттан кейін осында болады, деді оның қасындағы бас күзетшісі. Қабан мен Бекадан хабар бар ма? Олар неге телефон көтермейді? Шырамның даусында аздаған ашу байқалды. Жоқ, аға. Кешеден бері байланысқа шықпады. Мүмкін саунада ішіп ұйықтап қалған шығар. Шырам сигарасын жерге лақтырып, етігімен езіп тастады. Ертең екеуінің де басын жұламын. Бұл өте үлкен келісім, ал олар мас болып жатыр. Ажалдың алғашқы нотасы, түнектегі үрей.
Жоғарыда қараңғы көпіршенің үстінде жатқан Асланның саусағы автоматтың шүртпесіне жабысып тұрды. Оның жүрегінің соғысы баяу, бірақ әрбір соққысы өлімнің уақытын жақындатып жатқандай еді. Ол шамды көргенде, оның ішіндегі мұз жарылып, қан тамырларында нағыз қайнаған лава қандай болды. Әлия үшін, анамыз үшін, деп күбірледі ол ішінен. Бірақ ол бірден оқ атқан жоқ. Егер қазір от ашса, 20 қарулы адам оны секунд ішінде илеуіштей тесіп тастар еді. Оған психологиялық басымдық керек болды. Олардың үрейін ұшырып, қатарларын бұзу қажет. Аслан бұған дейін дайындап қойған жоспарын іске қосты. Ол ангардың ескі электр қалқанына сым жалғап қойған еді. Ол қалтасынан кішкентай пультты алып батырманы басты. Тарс. Ангардың ішіндегі және сыртындағы жалғыз жарым жанып тұрған прожекторлар үлкен ұшқын шашып жарылып кетті. Зауыт аумағы лезде тас қараңғылыққа батты. Тек джиптердің фарлары ғана жарық беріп тұрды. Не болды бұл бәле? Кім жарықты өшірді? Деп бақырды Шрам, тапаншасын суырып алып. Оның даусында бірінші рет үрейдің ұшқыны байқалды. Аға, білмейміз. Пробка атып кеткен шығар. Күзетшілер жан-жаққа қаруларын кезеп дүрбелеңге түсті. Дәл осы сәтте қараңғылықтың ішінен көліктердің жарығы түспейтін бұрыштан сыңқ-сыңқ еткен металдың дыбысы естілді. Бірдеңе бетон еденмен домалап, дәл Шрам тұрған көліктердің ортасына келіп тоқтады. Күзетшілердің бірі жерге еңкейіп қарады. Оның көзі шарасынан шығып кетті. Граната! Жат! Деп бақырды ол, жан ұшыра. Гүлс! Ф1 гранатасының жарылысы түнгі тыныштықты қақ жарды. Жарылыс толқыны екі джиптің терезелерін быт-шыт қылып, жақын тұрған 4 қарақшыны ауаға ұшырып жіберді. Олардың қанға боялған денелері бетон еденге сылқ етіп құлады. Шрам жарылыс алдында көліктің артына сүңгіп үлгерген еді. Ол шаң мен түтіннің арасынан басын көтеріп: олар бізді қоршап алды. От ашыңдар. Бәрін өлтіріңдер, деп бақырды. Ол мұны басқа бір қылмыстық топтың шабуылы деп ойлады. Қасқырдың азуы, жоғарыдан түскен қырғын. Түтін мен шаңның арасынан төмендегі қарақшылар жан-жаққа бей-берекет оқ жаудыра бастады. Тақ-тақ-тақ-тақ. Автоматтардың дауысы құлақ тұндырады. Осы хаосты пайдаланған Аслан жоғарыдағы көпіршеден өзінің АКС-74У автоматын төменге бағыттады. Ол соқырлар шатқан жоқ. Ол жарық түсіп тұрған жердегі қаруын кезеніп тұрған нысаналарды бір-бірлеп көздеді. Та-та-та-та. Асланның автоматынан шыққан оқтар дәлме-дәл тиіп жатты. Тағы 3 қарақшы кеуделерін ұстап қанға шашалып жерге құлады. Олар оқтың қайдан келіп жатқанын түсіне алмай дүрбелеңге түсті. Төбеде. Ол төбеде. Мартиктің үстінде. Деп айғайлады біреуі, жоғарыға қарай оқ жаудырып. Оқтар Аслан жатқан темір көпіршеге тиіп ұшқын шашты. Аслан тез арада орнынан домалап, екінші бағананың артына ауысты. Ол екінші гранатасын суырып, сақинасын жұлып, төменге, көліктердің артына тығылған топқа қарай лақтырды. Гүрс! Тағы бір жарылыс. Бұл жолы тағы 2 адам жараланып ыңырсып жатты. 20 адамдық жасақтың тең жартысы 2 минуттың ішінде жойылған еді. Шрамның көздері қанталап кетті. Басып кіріңдер. Баспалдақпен көтеріліңдер. Оны тірідей сойып әкеліңдер маған. Деп бұйырды ол өзінің ең таңдаулы 4 күзетшісіне. 4 қарулы бандит ангардың темір баспалдағымен жоғарыға, Аслан жатқан 2-ші қабатқа қарай ұмтылды. Олардың қолдарында кесілген мылтықтар, обрез мен тапаншалар бар. Аслан мұны күткен еді. Ол автоматының оқшашарын ауыстырып, баспалдаққа қарай бағыттады. Бірақ ол атуға асықпады. Ол бандиттердің жақындауын күтті. Бірінші бандит баспалдақтың басына жеткенде, Аслан қараңғылықтан суырылып шығып, автоматының дүмімен оның бетіне бар күшімен соқты. Бандиттің мұрны сынып, ол артқа қарай құлап, артындағы 2 серігін өзімен бірге баспалдақтан төмен құлатты. 4-ші бандит қаруын кезеп үлгергенше, Аслан оның кеудесіне 2 оқ атты. Бандит сылқ етіп темір баспалдаққа асылып қалды. Төмендегі Шрам бұл көріністі көріп, есінен ауыса жаздады. Оның ең мықты деген жігіттері көзге көрінбейтін бір елестің алдында жапырақша құлап жатыр еді. Ол адам емес.
Ол кім өзі? Деп күбірледі Шрам қорқыныштан шегініп. Қанға сусаған кездесу. Аслан баспалдақтан баяу, әрбір қадамын нық басып төмен түсе бастады. Оның автоматтарының оғы таусылған еді. Ол АКС-74 уды еденге тастап, плашының ішінен тапаншасын суырып алды. Оның жүзіндегі қан мен шаң оны нағыз тозақтан шыққан жынға ұқсататын. Төменде тек Шрам және оның 2 жеке оқ-қағары ғана қалған еді. Қалғандары өліп немесе ауыр жараланып еденде жатыр. Оқ-қағарлар Асланды көргенде қорқыныштан қолдары дірілдеп тапаншаларын кезенді. Атыңдар оны! Деп бақырды Шрам, көліктің артына тығылып. 2 оқ-қағар оқ жаудыра бастады. Аслан лезде бетон бағананың артына сүңгіп кетті. Оқтар бағананың шетін бөлшектеп жатты. Ол терең дем алып көзін жұмды. Оған дәлдік керек еді. Ол бағананың артынан 1 секундқа ғана шығып 2 рет шүріппені басты. Гүрс! 2 оқ-қағарда дәл маңдайларынан оқ тиіп жерге сұлады. Ангардың ішінде өлі тыныштық орнады. Тек жаралылардың ыңырсыған дауысы мен көліктерден ағып жатқан майдың тамшылаған дыбысы ғана естіледі. Аслан бағананың артынан шығып ортаға қарай жүрді. Оның қадамының әрбір дыбысы Шрамның жүрегіне қағылған шегедей естілді. Шрам көліктің артынан шығып, қолындағы алтын жалатылған Desert Eagle тапаншасын Асланға бағыттады. Оның қолдары қалтырап тұрды. Сен кімсің? Саған не керек? Ақшама? Бұл жерде $1 миллион тауары келе жатыр. Бәрін ал. Бәрін саған беремін. Менің атымды бүкіл қала біледі. Мені өлтірсең, сені жердің астынан да тауып алады. Шрам жан ұшыра бақырып жатты. Аслан одан 5 қадам жерге келіп тоқтады. Оның мұздай суық, өлі көзқарасы Шрамды тірідей тесіп өтіп жатқандай еді. Ол плашның ішінен кішкентай ғана қанға боялған алқаны шығарып, Шрамның алдына лақтырды. Бұл Әлияның анасынан қалған, саунада қорланған күні мойыннан жұлып алынған алқасы еді. Оны Аслан қабанның қалтасынан тапқан болатын. Шрам жерде жатқан алқаға қарады. Оның миында бірдеңе жалтық ете қалғандай болды. Бұл әлгі қыздың, Шрамның көздері шарасынан шығып Асланның бетіне қарады. Сен соның ағасысың ба? Түрмедегі? Иә, деді Аслан сыбырлап. Бірақ оның сыбыры бүкіл ангарды жаңғыртты. Мен Асламын, және мен сенің тозағымын, Шрам. Ол тапаншасын көтерді. Шрам да тапаншасын көтермек болды, бірақ үрей оның қимылын баяулатып жіберген еді. Екеуі де бір-біріне қарап, саусақтарын шүріппеге апарды. 5 бөлім. Ажал диірмені, күтпеген қонақтар және тозақ оты. Тас қараңғы ангардың ішінде уақыт тоқтап қалғандай болды. Ауада оқ дәрінің, қанның және жанған резеңкенің иісі қолқаны қабат. Аслан мен Шрамның арасында небәрі 5-ақ қадам жер қалған еді. Екеуінің де қолында өлім қаруы. Екеуінің де саусағы шүріппеде. Шрамның көзіндегі қорқыныш оның қимылын 1 секундқа тежеп қалды. Ол 1998 жылғы жас, аңғал жігітті күткен еді, ал оның алдында түрме тозағында шыңдалған, жоғалтатын ештеңесі жоқ ажал періштесі тұрды. Осы 1 секундтық кідіріс Шрам үшін өліммен тең болды. Гүрс! Шрамның алтын жалатылған Desert Eagle тапаншасы гүрс етіп атылғанымен,